Қайырлы барлықтарыңызға. Бүгін 1 қараша менің туған күнім, және де мен сіздердің көптен күткен влогтарыңызды түсіріп жатырмын. Көбісі менің осы күннен влог түсіргенді қалады, сондықтан қабыл алыңыздар. Түнгі сағат 12-ден бері көптеген құттықтау тілектер келіп жатыр, барлығын оқып жатырмын. Көп рахмет барлықтарыңызға. Қараңыздар, осындай өте әдемі шаш үлгім істеп алдым. Және де қазір киімді ауыстырып аламын. Біз дайындалып жатырық, тамақтарды жасап. Солай. Мен шашымды істедім, киініп те алдым. Солай, қазір кішкенеден кейін келеді қонақтар. Инстаграмда күшті белсенді болып отырмын, фотоны да салып. Сондықтан мына жерде инстаграмға тіркеліп кетіңіздер, күтетін боламын сіздерді сонда. Қараңыздар, менің тортым осындай. Әдемі Айжан туған күнімен деп жазып қойыпты. Дайындалып жатыр, осылай стол жасап. Үйге қонақтар келді. Қазір отыр сол залда. Енді жүрмін дейсің. Сол. Менде қазір кішкенеден кейін дизайнерскийға бару керек бұл. Соң қазір дайындалып шығып кететін шығармын. Менің қазіргі аутфитім осындай. Қарапайым футболка. Рюкзагыма заттарын салып, ендеше кеттік, давайте. Кейін келдім, және қазір мұғалімді күтіп тұрмын. Кішкентай масат қазір келеді. Бір өлең айтып отыр мына жақта. Мен осындай суреттерді салып жатырмын. Солай сабақ болып жатыр. Болды, бітті. Енді қазір үйге барамын мен. Дала салқын. Сіздерге маған не берген көрсетейін. Бірінші ол осындай кітап. Бұны маған апам беріп жіберді. Осыдан оқып бастадым. Жалпы былай қызықты, пайдалы. Сосын бітіретін болмысын өте қалың. Менің бальзам білесіздерді жақсы көретінімді көбісі біледі. Сол менен мына осындай бальзам. Сосын осындай блеск. Қазір жағып көремін. Маған ұнады, күшті блеск екен. Осындай әдемі цепочка мақтаны берді. Вот. Өте әдемі, рахмет. Одан бөлек негізі ақшалай сыйлықтар, шоколадтар болды. Бірақ әрине шоколадтарды Айжан жеп қойды. Сіздерге менің влогым ұнады деген ойдамын. Лайк басып, менің арнама және де инстаграмға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Айжан. Сау болыңыздар.